Құрметті саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Ақтөбе автожол колледжінің арнаулы пән оқытушысы Мамбетова Динара Дүйсенбай қызының техникалық механика пәнінен тісті берілістер сабағын бастаймын. Сабақтың мақсаты студенттерге тісті беріліс туралы және оны автокөлікті қолданудағы маңыздылығын түсіндіру. Тақырып келесі бөлімдерден тұрады: жалпы түсінік, артықшылықтары, кемшіліктері, классификациясы. Жалпы түсінікте тісті берілістер деп қозғалысты қозғалыс моментінің біліктер арасында беру үшін және қозғалыстың бір түрін екінші түрге өзгертетін тісті ілінісуді айтады. Тісті берілістерде екі тісті дөңгелектің көмегімен қозғалыс пен қуат беріледі. Тістерінің саны аз тісті дөңгелек шестерня деп аталады. Ал екінші тістерінің саны көп дөңгелек тісті дөңгелек деп аталады. Егер тісті дөңгелектердің тістерінің саны бірдей болса, жетекші дөңгелек шестерня деп, ал жетектегі дөңгелек тісті дөңгелек деп аталады. Шестерня параметрлеріне бірінші индексі, ал тісті дөңгелек параметрлеріне екінші индекс қойылады. Тісті механизмнің жұмыс принциптері оның механизмнің берілістік қатынасы арқылы есептеледі. Берілістік қатынасы деп дөңгелектердің бұрыштық жылдамдықтарының қатынасын айтады. Қарапайым тісті беріліс деп тісті дөңгелектер мен қозғалмайтын біліктерден құрылған механизмді айтады. Қарапайым тісті берілістің берілістік қатынасы оның құрамындағы тісті берілістердің берілістік қатынастарының көбейтмесіне тең. Берілістік қатынасты тістер санымен шығаруға болады. Тісті берілістер өндірісте кеңінен қолданылады. Сонымен қатар машина жасауда да кең тараған. Мысалы, жеңіл автомобильдерде тісті дөңгелектердің саны 30-35 болса, жону станоктарында 70-тен 80-ге дейін барады. Барлық тісті берілістерді бірнеше түрге бөлуге болады. Тісті берілістер автокөліктерде беріліс қорабында және қолданылады. Біріншіден, тісті дөңгелектер біліктерінің геометриялық орналасуына байланысты 4 түрге бөлінеді. Өстері өзара параллель орналасқан берілістер, оған цилиндрлік тісті берілістер жатады. Өстері өзара айқасқан берілістер, оған червяк берілістер жатады. Өстері өзара қиылысқан берілістер, оған конусты тісті берілістер жатады. Өстері бір түзудің бойында орналасқан берілістер, оған планетарлық берілістер жатады. Енді осы берілістерді ары қарата слайдтардан суретіне тісті берілістердің ілінісуіне қарай екінші түрі екіге бөлінеді. Сырттай ілінісетін және іште ілінісетін тісті. Үшінші түрі тістердің профильдері бойынша бөлінуі. Ол 4 түрге бөлінеді. Эвольвентті профильді тісті берілістер, циклоидты, профиль шеңбер доғасымен шектелген тісті берілістер, толқынды ілініс. Слайдтардан осылардың түрлерін көреміз. Тістердің орналасуына байланысты тісті берілістер келесідей бөлінеді: тік тістілер, қиғаш тістілер, шеврон тістілер, дөңгелек тістілер, қисық тістілер болып. Келесі слайдтардан осылардың түрлерін. Тісті берілістердің сонымен қатар өзара артықшылықтары бар. Ол артықшылықтарына мына 3-4 түрлі артықшылықты көрсетеміз. Бірінші, үлкен қуат бере алуы, жылдамдықтарының үлкен болуы. Екінші, тірек біліктерге аз күштің түсуі және басқа берілістерге қарағанда ықшамдылығы, өте шыдамдылығы, жақсы күтілсе ұзақ мерзімге дейін жұмыс істей алуы. Төртінші, пайдалы әсер коэффициентінің жоғарылығы. Тісті берілістер сонымен қатар кемшіліктері де бар. Олар: бірінші, дайындалуы күрделі, екінші, жұмыс кезінде шуының болуы, үшінші, қатаңдығы өте жоғары болғандықтан динамикалық күштерді қабылдауы нашар болады. Тісті берілістердің салыстырмалық қасиеттерге тән. Тісті берілістердің біріншісі қиғаш тістілер. Бұлар бір қалыпты шусыз жұмыс істейді, бірақ осьтік күштер пайда болады. Екінші, шеврон тістілердің осьтік күштері бір-бірімен теңеседі және жұмыс кезінде шу болмайды. Иілуге шыдамдылығы 25,3%-ға дейін өседі, бірақ дайындауы өте қиын.
Үшіншісі конусты тісті берілістер. Бұлар өте қымбатқа түседі. Конструкциясы мейлінше дәлдікті талап етеді. Тістің бойында кернеу шоғырлануы пайда болады. Тісті берілістердің сапасын арттыру мақсатында, ұзағырақ қызметін арттыру мақсатында көптеген ғалымдар әртүрлі тісті берілістердің түрлерін ұсынды. Сондай тісті берілістердің бірі Новиков ұсынған 1954 жылғы Новиков ілінсуі деп аталатын қисық тісті берілістер бар. Конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты тісті берілістер ашық және жабық түрдегі тісті берілістер деп аталады. Бұл ашық тісті берілістерде тісті берілістер қоршаған ортада қорғалмайды, тек қана белгілі бір уақыт аралықтарында материалдармен майланып отырады. Жабық түрдегі тісті берілістер шаң және ылғал өтпейтін корпустарға салынады да майлы ортада жұмыс істейді. Майлағанда тісті дөңгелекті радиустың 1-ден 3 бөлігіне тең тереңдікке майға батырылып тұрады және майды уақыт мерзімі кезінде ауыстырылып отырады. Бұндай бөліктерге автокөліктердің беріліс қораптары және дифференциалын жатқызуға болады, жоғарыда айтылып кеткен. Ал енді студенттер, сабақты мұқият толық тыңдасаңыздар, өздеріңізді тексеріп, сабақты бекітейік. Сабақты бекіту мақсатында келесідей сұрақтарға жауап береміз. Тісті берілісті қалай түсінесіз? Екінші сұрақ, тісті берілістің қандай түрлерімен таныстыңыздар? Үшінші сұрақ, тісті берілістердің кемшіліктері қандай? Тісті берілістердің артықшылықтары қандай? Жауабын дәптерге жазып, ойымызды пысықтаймыз. Сабақ аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.